Шұғылалы мереке алғыс айту күні қарсаңында ата-анама шын жүректен рахмет айтқым келеді. Маған өмір сыйлаған үшін, жақсы тәрбие бергендері үшін, жақын болашаққа жетелген үшін алғыс айтамын. Барлығыңызға мықты денсаулық және ашық аспан тілеймін. В преддверии светлого праздника Дня Благодарности хочу сказать большое спасибо своим родителям. Спасибо за то, что подарили жизнь, дали достойное воспитание, обеспечили счастливое детство, подарили достойное будущее. Хочу пожелать всем крепкого здоровья и мирного неба над головой. С праздником! Сегодня, в первый день весны, в этот светлый праздник, я хочу сказать спасибо своей семье, своему любимому мужу и своему любимому сыну. Спасибо за каждый миг, проведенный вместе. Я желаю им крепкого здоровья и долгих лет жизни. Благодарна за каждый миг, проведенный рядом с ними. Пусть будущее будет светлым. С праздником, мои родные! Бүгінгі қазақ елін алғыс күнмен шын жүректен құттықтаймын, және де алғысымды анама өмір сыйлағаны үшін, әкеме қорған болғаны үшін, сөзге жанды жылытатыны үшін, жұлдызға қараңғы түнде жарық бергені үшін, досыма адалдығы мен иығын тосқаны үшін, суға тіршілік көзінің болғаны үшін, жерге махаббатымен бар болғаны үшін, отқа жылу үшін алғысымды білдіремін. İsәнмісіз, қадірлі яқташлар, İсәнмісіз, қадірлі туғанлар, İсәнмісіз, қадірлі достар. Сізні рәхмәт күні белән тәбрик итәм. Рәхмәт әйтәм туған илемә, рәхмәт әйтәм туған җиремә, рәхмәт әйтәм әти-әниләремә, рәхмәт әйтәм балаларга, оныкларга. Исән, таза, бәхетле булыгыз. We want to say thank you. Thanksgiving Day is a bright day of Kazakhstan patriotism, mercy, friendship, and love of all Kazakhstan people for each other. This is a day of strengthening and striving harmony in relation in Kazakhstan. On this beautiful spring day, we want to express our gratitude to all Kazakhstan people for the peace and tranquilities that reign in our country. On this day, we wish you warmth, prosperity, and a peaceful sky over your head. Thanksgiving Day will further strengthen trust, harmony, and friendship in our society. Жер мен көкті жаратқан, барша әлемді адамзатты жаратқан Алла тағалама алғыс айтамын. Мені өмірге әкелген, дүние құсын төрт бөліп, ақ сүтін бойыма тартып, мәпелеп өсірген анама алғыс айтамын. Мені әрдайым өрге сүйреп, адам бол деп жетелеп өсірген, маған тірек болған әкеме алғыс айтамын. Жеке тұлға ретінде қалыптасуыма, білімін, күш-жігерін аямаған ұстаздарыма алғыс айтамын. Халқым үшін барын берген еліме алғыс айтамын. Барша қазақстандықтарды 1 наурыз алғыс айту күнімен құттықтаймын. Алғыс айта жүрейік, ағайын.